Сәлеметсіздер ме, оқушылар? 3-ші сынып қазақ тілі. Бөлім атауы атақты тұлғалар. Сабақтың тақырыбы Абай, ұлы ақын. Сабақтың мақсаты тыңдалған мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру. Сюжет желісі бойынша иллюстрацияларды орналастыру. Кесте толтыру. Сабағымызда қолданылатын жаңа сөздерге назар аударыңыздар. Өмір, ұлы, ақын, жазушы, шығарма, аударды, ірі. Өмір, жизнь, ұлы, великий, ақын, поэт, жазушы, писатель, шығарма, произведение, аударды, переводил, ірі, крупный. Қазақ тіліне тән дыбыстарды дұрыс айтып үйренеміз. Өмір, ұлы, ақын, шығарма, ірі. Абай Құнанбаев ұлы ақын, ағартушы, философ. Ол қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданында Шыңғыс тауының бауырында дүниеге келген. Абай шығармашылығы қазақ әдебиетінің, әлем әдебиетінің, адамзат қоғамының өшпес, ескірмес асыл қазынасы. Ол өз шығармаларында жастарды өнер білімге, адал еңбек етуге, халыққа пайда келтіруге үндейді. Ғылым таппай мақтан бөлеңінде ғылымның қоғам мен адам өміріндегі мәнін дүние дөзі, мал дөзі дей отырып, оған жетудің жолдарын ұсынады. Абай адамның адамшылығын өсіріп, ғылымын арттыруға себеп болатын 5 жақсы нәрсе: талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым деп атап көрсетеді. Ал адамның ғылымын арттырмай, нағыз адам болып қалыптасуына кесел болатын өсек айтудан, өтірік айтудан, мақтаншақтықтан, еріншектіктен, мал дүниесін орынсыз шашатын ысырапшылдықтан сақтандырады. Абай, біреу білмей сен білсең, білгеніңнің бәр тұл деп, ғылымға жетудегі мақсат алған білімді өзіңе ғана сіңіру емес, сол үйренгеніңді басқаға да үйретіп, өзіңе ғылым білімі тең келетін адам санын көбейтіп, білімді, мәдениетті орта қалыптастыру керектігі туралы ой тастайды. Иә балалар, бүгін қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаев кім деген сұрақтың жауабын анықтайтын боласыздар. Оқылым тапсырмасы: мәтінді мұқият оқып, төмендегі тапсырмаларды орындаңыздар. Абай Құнанбайұлы ұлы ақын. Дара тұлға. Абай өмір, өнер, білім, табиғат туралы өлеңдер жазды. Оның өлеңдерін қазақ халқы сүйіп оқиды. Абай орыстың танымал ірі ақындарының өлеңдерін қазақ тіліне аударды. Абайдың шығармалары әлемнің 33 тіліне аударылды. Сөздік қоржын. Дара сөзі не деген мағынаны білдіреді? Дара ерекше, өзгеше, басқалардан артық деген мағынаны білдіреді. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңіздер. Абай Құнанбайұлы кім? Ақын не туралы өлеңдер жазды? Оның өлеңдерін кімдер сүйіп оқиды? Абай кімдердің шығармаларын қазақ тіліне аударды? Абайдың шығармалары әлемнің неше тіліне аударылды? Тапсырманы орындап болсаңыздар, дұрыс жауабымен өздеріңізді тексеріңіздер. Абай Құнанбайұлы ұлы ақын, дара тұлға. Ақын өмір, табиғат, білім, өнер туралы өлеңдер жазған. Оның өлеңдерін қазақ халқы сүйіп
оқиды. Абай орыстың танымал ірі ақындарының шығармаларын қазақ тіліне аударды. Абайдың шығармалары әлемнің 33 тіліне аударылды. Сіздердің де жауаптарыңыз дұрыс болғанына сенемін. Бірінші тапсырма. Қажетті сөзді қойып, мазмұнын айт. Қажетті сөздер: ұлы ақын, табиғат, аударды. Ұлы ақыны, табиғат, аударды. Тапсырманы орындап болсаңыздар, өздеріңізді тексеріңіздер. Абай Құнанбайұлы қазақтың ұлы ақыны. Ол адам, өмір, табиғат туралы көп өлең жазды. Абай орыстың ұлы ақындарының өлеңдерін қазақ тіліне аударды. Сіздердің де жауаптарыңыз дұрыс болды деген ойдамын. Грамматикалық қоржын. Жіктік жалғауын жалғап көрейік. Мен қазақ тіліне аудардым. Сен қазақ тіліне аудардың. Сіз қазақ тіліне аудардыңыз. Ол қазақ тіліне аударды. Жарайсыздар. Келесі тапсырма жазылым тапсырмасы. Екінші тапсырма. Көп нүктенің орнына керекті қосымшаны жалғап жазыңыз. Тапсырманы орындап болсаңыздар, өзіңізді тексеріңіздер. Абайдың шығармасы. Ақынның өлеңі. Орыстың ақыны. Қазақтың тілі. Әлемнің тілдері. Сіздердің де жауаптарыңыз дұрыс болды деген ойдамын. Келесі тапсырма. Мәтін мазмұнына байланысты суреттер мен сөйлемдерді сәйкестендіріңіздер. Абай орыстың танымал ірі ақындарының өлеңдерін қазақ тіліне аударды. Абайдың шығармалары әлемнің 33 тіліне аударылды. Абай өмір, өнер, білім, табиғат туралы өлеңдер жазды. Тапсырманы орындап болсаңыздар, дұрыс жауабымен тексеріп көріңіздер. Сіздердің де жауаптарыңыз дұрыс болды деген ойдамын. Келесі тапсырма айтылым тапсырмасы. Т кестесі бойынша өзің қалаған 3 сөйлемге сұрақ қойыңыз. Үлгі. Абай Құнанбайұлы кім? Жауап. Абай Құнанбайұлы ұлы ақын, дара тұлға. Ал балалар, бүгінгі сабағымызда біз қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлы туралы біраз ақпараттар анықтадық. Рефлексия. Мен тапсырмаларды орындап, сабақты түсіндім. Менің бірер қояр сұрағым бар. Тапсырмалар маған қиындық туғызды. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар балалар.